Армысыз YouTube көрермен, сіздермен халық ем арнасы. Нан ас атасы. Оның қоқымын аяқ астына тастауға болмайды деп, бізді бала күнімізден үйреткені естеріңізде ме? Біздің аға буынымыз оған үлкен құрметпен қарады. Соның арқасында олар аштық пен суықтан және бірінші, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде аман қалды. Бірақ қазіргі жағдай қандай? Бүгінгі нан ағзаға пайдалы ма? Арнаны ауыстырмаңыз. Роликті соңына дейін қараңыз. Және бүгін біз сізге нанның пайдасы мен зияны, оның біздің денемізге қалай әсер ететіні және қандай түрлер ең пайдалы деп саналатын туралы айтып беретін боламын. Нанның пайдасы. Нанның негізгі пайдасы ол көмірсулардың ең қолжетімді көзі. Бұл өнімде кездесетін жарма адамдарға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай. Нанның құрамында талшық бар. Ол тағамның ұзақ қорытылуына, демек ұзақ уақыт қанықтыруға мүмкіндік береді. Бұл өнімде өсімдік ақуызының жеткілікті мөлшері бар. Тұтас өскен дәнді қан қысымын төмендетуге және қосымша салмақтан арылуға көмектеседі. Біздің аталарымыз бидайды қолмен ұнтақтаған. Ал мұндай ұн барлық пайдалы заттарға бай болды. Ең бастысы ешқандай химиялық қоспалар мен консерванттарсыз. Зияны мен қарсы көрсеткіштері. Егер сіз оны теріс пайдалансаңыз, нанның барлық пайдасы жойылуы мүмкін. Бұл семіздікке, холестериннің жоғарылауына, қан диабетіне және жүрек пен қан тамырлары ауруларына әкелуі мүмкін. Бұл тұрғыда бидай ұнынан жасалған ақ нан әсіресе қауіпті болып келеді. Сонымен қатар зауытта өндірілген нанның құрамында зиянды заттар болуы мүмкін. Олар консерванттар, бояғыш заттар. Нанның ең маңызды кемшілігі оның жоғары гликемиялық индексі, әсіресе ақ нанда. Өнімді жиі қолданған кезде асқазан ішек жолдарының проблемалары пайда болады. Мысалы, асқазанның қырысуы, кебулер, іш қату және метеоризм. Сіз дәнді дақылдар мен бидайды химиялық заттармен өңдейтінін білдіңіз бе? Ойлап қарасақ, мүлдем наннан бас тартуға болады. Себебі бидай әлі өсіп келе жатқан кезде егінді әртүрлі зиянкестерден қорғау үшін, содан кейін оны бірнеше рет ұзақ сақтау үшін әртүрлі химиялық улармен улайды. Сонымен қатар жоғары сапалы ақ ұнды алу үшін оны ағартады. Осылайша барлық пайдалы макро және микроэлементтерден басқа да пайдалы заттарды толығымен жояды. Бұл факт нанның пайдасы туралы қатты ойлануға мәжбүрлейді. Нан негізінен көмірсулардан тұрады, яғни гликемиялық индексі өте жоғары өнім. Ол қандағы қан диабетінің жоғарылауына әсер етеді. Осылайша нанның кішкене бөлігі де қанттың деңгейін көтере алады. Бұл ұйқы безіне күшті соққы, өйткені ол инсулиннің көп мөлшерін тез өндіру керек. Инсулиннің үнемі жоғары деңгейі денеде қабынуды тудырады және инсулинге төзімділікке әкеледі. Ал мұның бәрі екінші типтегі қан диабетіне, артық салмақтың өсуіне әкеледі. Холестерин тек бүйірлерде және іште ғана емес, сонымен қатар ішкі органдарда да жиналады. Холестерин фляшкалары атеросклероз, бүйрек жеткіліксіздігі, жүрек, қан тамырлары мен жүйке жүйесінің ауруы сияқты бұзылуларға келеді. Сонымен бірге қатерлі ауруларды тудыруы мүмкін. Ал енді мынадай сұрақ туындайды: денсаулыққа зиян келтірместен қандай нан жеуге болады? Осы сұрақтарға жауап берейік. Біздің ойымызша, нан тезірек тойуға және ұзақ уақыт тоқ жүруге көмектеседі, сондықтан одан бас тартпау керек. Шындығында, егер артық салмағыңыз болса және оның ұлғайғанын қаламасаңыз, нанға шектеу қойған жөн. Нан айтарлықтай құнарлы тағам. Бастысы оны жұмсақ сұрыпты ұннан жасайды. Өз кезегінде ол жылдам глюкозаға айналады. Нанның гликемиялық индексі жоғары, сондықтан қандағы қант мөлшерінің артуына, артық салмақ қосуға және бауырда май жиналуына ықпал етеді. Демек, нан жеуге болмай ма? Семіздіктен зардап шегетіндерге бас тартқан жөн. Ал өзгелеріне нанның негізгі тағамды толықтырушы деп қабылдағанымен, негізгі асқа қарағанда нанның құрамында калория мен жеңіл көмірсулар көбірек екенін естен шығармаған абзал. Әр нәрсенің белгілі бір мөлшері бар. Бір тілім нанның салдарынан калорияның тәуліктің нормадан аздап асуы айлар мен жылдардан кейін артық салмаққа алып келіп, екінші дәрежелі қан диабетіне шалдығу қатерін арттырады. Біздің ойымызша, ақ нанға қарағанда қара нан пайдалырақ. Шындығында, екі нанның құрамы, көмірсулардың мөлшері мен құнарлығы бойынша бір-бірінен айырмашылығы аз.
Қант диабетіне шалдыққанда ақ нанды қара түріне алмастыруға болады деген сөздер аңыз болып табылады. Олардың арасындағы жалғыз айырмашылық қара нандағы көмірсулардың көзі қара бидай ұны. Ол қышқылырақ, сондықтан асқазан сөлінің өңешке түсуінен зардап шегетіндерде аурудың асқынуын тудырады. Біздің ойымызша, нанның глютенсіз түрін жеген дұрыс, себебі глютен зиян. Шындығында глютенсіз нан бұл күріш немесе жүгері ұнынан жасалған нан. Жүгері ұнынан жасалған жұқа нан әлемдегі көптеген халықтардың асханасының ажырамас бір бөлігі. Олар өте дәмді, алайда медицина тұрғысынан қарағанда оның кәдімгі ақ немесе қара наннан айырмашылығы жоқ. Бір ғана айырмашылығы олардың құрамында глютен, яғни кей адамдарда ішектің қабынуын тудыратын ақуыз жоқ. Ішектің глютенмен зақымдалуы целиакия деп аталады және шамамен адамдардың 1%-ында кездеседі. Біздің ойымызша, ашытқы қосылған нан газ түзілуін тудырады, сондықтан оны жемеген дұрыс. Шындығында, кез келген нан газ түзілуін тудыра алады. Ішектегі бактериялар нанның құрамындағы жеңіл көмірсулардан газ және сүт қышқылынан жасайды. Алайда мұндай құбылыс барлық адамда бола бермейді. Тек ас ішекте бактериялардың көбею синдромы кезінде ғана кездеседі. Өз кезегінде ол қант диабеті, семіздік және құрамында көмірсулары көп тағамдардан шектен тыс мөлшерде жеумен қатар жүреді. Бұл процеске ашытқының қатысы жоқ, сонымен қатар ол қамырды ашытқанмен пісіру кезінде жойылып кетеді. Ол ашытқысыз нандарда дәл сол ашытқы пайдаланылады, алайда ұйытқы түрінде. Біздің ойымызша, жаңа піскен наннан бас тартқан жөн, себебі ол да ауыр қорытылады және ішекте жайсыздық тудыруы мүмкін. Шындығына келер болсақ, жаңа піскен нан ұзағырақ қорытылады. Жаңа піскен нанды көп жеген адамдарда ішек бітелуі болған жағдайлар белгілі. Сонымен қатар, жаңа піскен нан рефлюкс, асқазан сөлінің өңешке түсуін тудыруы мүмкін. Алайда оны белгілі бір мөлшерде жесе ғана зияны жоқ. Әрине, нанның зияны көп сияқты болып көрінуі мүмкін, алайда оның дұрыс пайдалануды қажет ететін аспаздық құрал сияқты екенін түсіну керек. Кез келген тағамды көп жеудің өз қасиеті бар, сондықтан мөлшерін біліп жеу керек. Ас атасы саналатын нан кез келген үйдің дастарханында міндетті түрде қойылады. Егер оны көп жеудің зияны қандай екенін білсеңіз, қиындықтар болмайтыны анық. Нанды немен алмастыруға болады? Нанды алмастыратын ең танымал өнім хлебцы. Олардың құрамында хош иістендіргіштер, фруктоза, кокос ұнтағы және әртүрлі тәтті қоспалар болмайды. Кебек, қара бидай, қара құмық, сұлы, зығыр және жүгері ұны бар нандарды таңдаған өте пайдалы болады. Бүгінгі видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаған болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, өз ойыңызды жаза кетіңіз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.